Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Сіздердің назарларыңызға жерлесіміз Кеңес одағының батыры Әбу Досмұқамбетовтің туғанына 105 жыл толуына арналған ерлігі ел есінде атты ерлік сағатын ұсынамыз. Әбу Досмұқамбетов 1920 жылы 15 маусымда Солтүстік Қазақстан облысы бұрынғы Пришим ауданы, қазіргі Қызылжар ауданындағы Үшкөл ауылында дүниеге келген. Балалардың үлкені жастайынан елгезек, еңбекқор болып өседі. Әкесінен ерте айырылғандықтан 7 жылдық мектепті тәмамдай сала, анасына көмектесу үшін ұжымшар жұмысына араласады. Жауапкершілігімен және еңбекқорлығымен көзге түскен ол, көп ұзамай-ақ мал фермасының меңгерушісі болып тағайындалып, ауыл жастары оны комсомол хатшысы етіп сайлайды. 1939 жылы Әбу Досмұқамбетов әскер қатарына шақырылады. Ол кез үшін беделді саналатын 7 жылдық білімі, еңбек өтілі, басқарушылық қабілеті бар жігіт полк мектебіне жолданып, оны табысты тәмамдай бергенде соғыс басталып кетеді. 1941 жылдың күзінде жас лейтенант Семейде құрылған 8-ші атқыштар дивизиясының 229-шы полкының взвод командирі болып тағайындалады. 1942 жылдың наурызында дивизия Брянск майданына жолданып, даңқты жерлесіміздің жауынгерлік жолы басталады. Жазда лейтенант Әбу Досмұқамбетов ауыр жараланғанына қарамай полкіне қайта оралады. Көрсеткен ерлігі және взводына жүктелген міндетті табысты орындаған үшін полк командирі подполковник Шишков оны Қызыл жұлдыз орденімен марапаттайды. Көп ұзамай орден иегеріне аға лейтенант атағы беріліп, капитан Петр Баюктың батальонындағы рота командирі болып тағайындалады. 1943 жылдың тамызында әскери бөлімшені шеберлікпен басқарғаны және Курскиніндегі шайқастағы жанкешті ерлігі үшін аға лейтенант Әбу Досмұқамбетов 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталады. Сол кездегі кең байтақ елдің екі шетінде туып өскен екі жігіттің тағдыры майданда тоғысады. Бұған дейін бірін-бірі мүлдем танымаған екі жауынгердің тағдыры ұқсас еді. Петр Баюк те 1920 жылы Хмельницкий облысындағы қазіргі Теофипольский ауданының Гальшинше селосында дүниеге келген. Орта мектепті тәмамдаған соң селолық кеңес төрағасы болып қызмет істеген. 1940 жылы әскерге шақырылып, 41 жылы Тамбов жаяу әскер училищесін аяқтаған. Соғысқа 1942 жылдың сәуірінде араласқан. 43 жылдың күзіне дейін оның да омырауында 2 орден жарқыраған, екеуі де Қызыл жұлдыз ордені. Жас командирлер бірден дос болып кетеді. Днепрге олардың батальоны 22 қыркүйектің түнінде келіп жетеді. Олардың әскері өзен үстімен бұзылған көпірден алынған тақтайлардан сал жасап, қалқып келе жатқанда жау бомбасының астында қалады. Оған қарамастан Әбу Досмұқамбетовтың ротасы өзенді кесіп өтеді. Әбу Досмұқамбетов пен Петр Баюктың батальонының басқа да бөлімшелерінің жауынгерлері қоян қолтық ұрыста фашистерді жағалаудағы траншеялардан қуып шығып, пулеметтерін тартып алып, қорғанысты күшейтеді. Бұдан соң 229-шы атқыштар полкының қалған бөлімшелерін өзеннен өткізуді жалғастырады. Оң жағалаудағы плацдармды кеңейту үшін қиян-кескі шайқас басталады. Днепр жағалауына орнығып алған 8-ші атқыштар дивизиясының бөлімшелері басқа қарай жылжи отырып, Днепрдің оң саласы Припять өзеніне қарай бет алады. Припять та Днепр сияқты кең әрі терең болады, бірақ шешуші шабуыл сәтті аяқталады. Бұл шайқаста да Әбу Досмұқамбетов пен оның ротасы көзге түседі. 229-шы атқыштар полкының командирі подполковник Шишков 1943 жылдың 1 қазанында жоғары жаққа аға лейтенант Әбу Досмұқамбетов пен капитан Петр Баюкке Кеңес одағының батырын атағын беру туралы ұсыныс жолдайды. Фашистер танктер мен артиллериясын іске қосып, 8-ші атқыштар дивизиясының плацдармына баса көктеп кірмек болады. Жау әскерінің бұл ойынан хабардар болған дивизия басшылығы жауды плацдармға кіргізбеу мақсатында батальон жаудың көлігіне оқ жаудырады. Колонна отқа оранады, алайда жауынгер саны азаяды, артиллерия жоқ, оқ-дәрі таусылуға айналады.
Батальон плацдармға ұмтылған колоннаның көзін жоя алмайды. Есін жиып алған фашистер өздеріне азғантай ғана күш қарсы тұрғанын сезіп, батальонды өз танктерімен қоршауға алады. Артиллерия оқ жаудырады. Командир Петр Баюк оқ пен оттың астында еңбектей жүріп, тапсырмалар береді. Қаза тапқан командирлердің орнына басқасын тағайындайды. Сардарлардың да, сарбаздардың да саны тым азайып қалады. Петр Баюк Әбу Досмұхамбетовке жеткен кезде оның қарамағында 7 жауынгер ғана қалады. Осы сәтте жаудың танктері мен жаяу әскерінен құрылған қуатты колоннасы біздің әскердің тылына кіріп келе жатады. Қысылтаяң кезде комбат Петр Баюк ротасыз қалған аға лейтенант Әбу Досмұхамбетовті батальон командирінің орынбасары етіп тағайындайды. Басынан жараланғанына қарамастан Әбу Досмұхамбетов бекіністерді еңбектеп жүріп аралап, сарбаздарды жігерлендіреді. Қаза тапқандардың патрондарын тірі қалғандарына жинап береді. Әбу Досмұхамбетовтың соңғы шайқасы Припять плацдармында өтті. Ондағы шайқас 2 апта бойы толастамады. Жаудың мотоколоннасы 1-ші батальонның тұрған жеріне тағы да шабуыл жасайды. Осы бір қиын кезде жараланған Әбу Досмұхамбетов бар күшін жинап, танкіге қарсы еңбектеп, оған мина лақтырады. Танкте 23-ке толмаған жас офицерде отқа оранады. 1943 жылғы 16 қазанда Әбу Досмұхамбетов пен Петр Баюкке Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Батыр достар бұл күнге жете алған жоқ. 1943 жылдың 6 қарашасында Киев азат етілді. Петр Баюк пен Әбу Досмұхамбетов Украина үшін жан берді. Фашистер қуылған соң екі дос Чернобыльдің орталық саябағына қатар жерленді. 40 жылдан астам олардың мәйіті Даңқ аллеясына қайта жерленген. Әбу Досмұхамбетов есімі Петропавл қаласындағы бір көшеге, облыстық дарынды балаларға арналған гимназия-интернатқа берілген, ескерткіші де қойылған. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.